Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті біле жүріңіз діни танымдық бағдарламасының көрермендері, сіздермен бірге әдеттегідей мен Нұрдәулет. Бүгінгі біздің бағдарламамыз кәсіпке қатысты, яғни адал еңбекке қатысты болмақ. Біздің ислам дінінде екі дүниені қатар ұстауға бізді дініміз үйретеді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Жұма сүресінде жұма намазын оқығаннан кейін жер жүзіне таралып адал рызық іздеуге бізге Алла тағала бұйырады. Сол сияқты пайғамбарымыз да, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің хадистерінде парыз амалдардан кейін отбасын асырауға, адал рызық табуға ниеттеніп әрекет қылу, бұл да бір парыз деп айтқан. Яғни адал рызық іздеу, адал кәсіп істеу, бұл да не? Бұл да бір құлшылық, бұл да бір ғибадат. Ендеше біз бүгін берік бауырымызбен кездесеміз. Сондай өзінің адал еңбегімен айналысып, отбасын асырап жүрген қарапайым қазақтың баласы. Ендеше біз бастаймыз. Берік бауырымыз мұнда өзінің жұмысын жасап жатыр екен. Ендеше сұхбатымызды бастаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. О, іске сәт берік бауырым. Алла тағала кәсібіңе береке берсін. Қысқаша енді біздің көрермендерімізге, бізге өзіңіздің кәсібіңіз туралы, немен айналысатыныңыз сол туралы айтып жіберсеңіз, қысқаша түсіндіріп. Қысқаша болғанда енді темірден неше түрлі құралдар жасаймыз. Орысша айтқанда металлоконструкция жасаймыз. Әртүрлі. Күнделікті қолданатын жай адамда, қарапайым адамда, және жеке кәсіпкерлерге бастап келе жатқан, сосын ауыл шаруашылығына көп заттар жасаймыз. Шөп торайтын, жем торайтын бір құрылғылар. Малды егуге, нетуге арналған раскол-фиксатор дейді, енді орысша айтқан кезде. Сондай заттар жасаймыз көбі. Негізі. Сосын біреулер мысал басқа бір шетелден болсын, осы жақтан бір неше түрлі нелер алып келеді, станоктар, линиялар. Соны тағы бір жетпей тұрған бір құралдарын жасап береміз, я өзгертіп береміз басқаша қылып, нелер талабына сай келеді. Кейбір құрылғыларды сонда өзгертіп те жасауға болады, жасауға болады, немесе қасына тағы дәл сондай қосып, қосымша заттарын. Енді ол кімге не керек деген сияқты талап бойынша жасаймыз, бәрі тапсырыс бойынша солай жасаймыз. Бұл жалпы бұл кәсіппен айналысып жатқаныңызға көп уақыт болды ма негізі? Енді бұл кәсіппен 2013-те бастадық деуге болады. Бір кішкентай болгарка болды, бір кішкентай аппарат болды, бір кішкентай дрель болды. Үш кішкентай бір инструмент болды, сонымен бастадық қой енді айтқан кезде. Былайынша бұның жаңадай бір жоғары бір оқуын оқып, бұның осы нәрсені жаңадай бір маманы болып, ондай оқуын оқып, ондай бітіріп, сондай не бар ма негізі? Мандаймен жұмыс істеу үшін дегенім ғой енді. Негізі жоқ ондай. Енді кезінде тиіп қашып бір құрылыс саласына жұмыс жасадық, онда болгаркамен темір кесіп, арматура кесіп деген сияқты. Ал бұл нақты енді бұл темірмен жұмыс жасаған маман не оққан да жоқпыз, және тәжірибеде болған жоқ. Үйрендік қой енді. Ықылас болып бір заттар жасауға. Солай. Қасында әкем бар енді, сөзсіз оған, бір Аллаға шүкір. Әкем негізі ана көзіне түссе темір ұстасы болды. Негізі өзі қол шебер, өзі оқымаған, етпеген, 8 класс бітірген деген сияқты. Содан маған тараған шығар енді қанмен жаңа. Қанда негізі болып тұр ғой сондай бір. Иә, сондай болып тұр ғой енді. Көкем токар мысалы, темірна 13 жасынан бастап көкем. Енді білмеген жерлерін сұраймын, содан айтады, осылай жаса деген сияқты. Әкемде бір темірден кішкене шара нелері бар, хабар бар, сол айтады, былай жасау керек негізі. Сосын тәжірибені келтіреміз, солай жасау болады екен. Берік бауырым, осы кәсіппен жалпы, осы еңбекпен айналысуға не себеп болды? Соны қысқаша айтып жіберсеңіз. Енді бұл ең басты себеп, бұл құлшылығыма, намаз оқуға, ораза ұстауға, басқа да бір құлшылығыма кедергі болмайтындай бір іс керек болды негізі өзіме. Алладан сұрадым, сөзсіз. Бір Алланың арқасында Алладан дұға жасадым. Дұғам қабыл болды деп есептеймін енді. Осындай кәсіп иесі болдым. Мысалы сол. Енді қысқаша өзіңіздің жаңа мына
жұмыс орныңызбен таныстырып жіберсеңіз онда. Жақсы, жүрейік. Мынау не зат? Берік бауырым түсіндір. Бұл енді Сіздің жасаған бұйымдарыңыз болды, да? жасаған затымыз бұл жем шөп турайтын құрылғы енді. Жемді де шөпті ауыл шаруа мал ұстайтын адамдарға жемді, арпа, бидайды турап береді. Үгітеді сонда, да? Үгітеді, Мына жерден салып жібереді? Мына жерден салынады, мына жерден шығады, астында моторы тұр. Таза өзіміз жасадық, бәрін. Тек моторы сатып аламыз, қалған бәрін сатып өзіміз қолдан жасалған заттар. Ауыл шаруашылығына ғой енді мал ұстайтындарға. Қазақстанда өндірілген. Қазақстанда өндірілген таза енді айтуға болады енді. Керемет, жақсы. Мынау енді сіздердің құралдарыңыз сияқты, да? Қолданып жүрген. Мынау енді біздің токарный станок дейді ғой, орысша айтқанда. Темір жонамыз өзімізге керек заттарымызды. Өзім үйрендім енді, сұрап біреуден жаңағы нетіп, біреуге жалынғанша уақыт кетеді, ол біріншіден ақша да кетеді. Қол астында өзім жасай қоямыз, керек бұйымдарымызды, заттарымызды мысалы. Токарный станок енді. СССР кезінде шығарылған, Союздан қалған, көне. Бірақ жұмыс жасап тұр. Әр жағында да бірдеңе тұр, да? Жоқ, ол сол ғой. Бәрі бір ғой. Бүкілі бір зат. Бәрі бір ғой. Анау артқы бапкасы, мынау сверлильный станогы. Мынау енді жонатын несі темірі. Берік бауырым, мына келесі сіздің жұмыс орныңыз, да? Бұл енді дәнекерлеу цехы, сварочный цех деп айтамыз. Бұл жақта все құрылғыларды жинаймыз. Мысалы, мынау жасап жатқанымыз қазір көп қабатты үйдің астына блок дейміз ғой, фундаментный блок. Соны шығаратын станок мынау. Вибропресс деп айтады орысша. Осыны жасап жатырмыз, тапсырыс берді бір мекеме. Енді бұл өндіріс қой, да? Өндіріс жасау ғой бұл. Өндіріс жасау енді. Бұнда бәріміз қолдан жасады, бәрі темірлер жинап, кесіп деген сияқты. Мотор, редуктор, бәрін сатып аламыз, мына құралдарын. Подъемный гидроцилиндр дейміз. Керемет. Осы цехымыз. Түсінікті. Берік бауырым, мынау маған қызық болып тұр. Мынау не зат? Не болды мынау? Рама дейміз. Ана магнитный сепаратор бар. Шаңнан Ақтөбе қорытпа зауыты бар, соның тапсырыс бергендер. Бұл шаң ферропыль дейді, ферропыльден кішкентай тарыдан да кішкентай бір темір бөлшектерін айыру. Яғни тас пен темірді айыру дейді оны. Сонда магнитный сепаратор дейді, астында жасалып жатқан рама. Сонда үлкен өндіріп жатқан завод қой енді ол. Үлкен завод. Солар да тапсырыс беріп жатыр, Бірінші рет емес, екінші ретте екінші жыл жұмыс жасап жатырмыз солармен. Кішігірім заттарды жасап. Сол рамалар астына қоятын. Тағы да жиналатын заттар бар оның енді. Конвейерный лента, тағы да бір құрастыру барысында жұмысындамыз да. Керемет, қазақтың жігіттері осындай нәрселер істеу. Енді Берік бауырым, осындай өзі кәсіппен айналысқысы келетін сондай бауырларымызға қандай кеңес бересіз? Өзің жасап жатсыз, айналысып жатсыз. Мысалы, үйіңізде жасап жатсыз ғой. Үйде. Ешқайыққа бармайсыз, үйде, аулада. Сол жасаймын деген мысалы. Дәл осындай болмағанмен кез келген кәсіп жасағысы келетін бауырларға қандай кеңес бересіз? Енді кеңес бергенде ең бастысы Аллаға тәуекел ету керек. Енді былай айтқанда қорықпау керек. Қорықпау керек ештеңеден. Негізі қолдан келеді, бәрі де адам ғой істеп жатқан. Енді Алладан сұрау керек. Мен әрдайым айтам, дұға жасау керек, дұрыстап тұр. Алла тағала береді, міндетті түрде береді. Мысалы, менің ешқандай оқыған не мамандығым жоқ темір жағынан. Өз мамандығым колледж бітірдік, экономика саясаты саласында деген ғой. Мынандай темірмен дым жұмыс жасап көрген жоқпыз. Сондықтан қолымнан оны оқыған да жоқпын, тәжірибе үйрендік енді барысың. Жұмыс келе бара үйренесің бәрін. Жас балдар айтам, негізі осы темір саласында осы жер бос негізі. Кәдімгі дәнекершілер бос, токарлар жоқ, дұрыс слесарьлар жоқ. Мысалы, сол сала бос. Мен ойымша бір 5-6 жылда үлкен кісілер кетеді бәрі пенсияға. Ол жұмыс жасау тоқтатады. Мысалы, токар жағын алатын болсақ. Сол кезде бәрі бір қалада бір 2-3 адам қалады. Бәріміз соған барып жалынамыз. Яғни сұраған ақшасын береміз оларға міндетті түрде. Немесе шетелден маман алып келеміз.
басқа не қалмайды, амал қалмайды. Сондықтан оқу керек, нету керек. Енді жұмыс жеңіл емес, сөз жоқ, ауыр енді. Бірақ енді жеңіл жұмыс мен кездестіріп көрген жоқпын. Білмеймін, әрбір жұмыстың да бір ауыртпалығы болады. Солай ғой, кез келген нәрсенің өзінің бір қиыншылықтары, ауыртпашылығы болады. Қорықпау керек ештеңеден. Бара үйренесің, бәрін бірден енді маман болшы қиын. Осы сіздер жасап отқан салаға қатысты үйренгісі келгенде болса үйретесіздер ме жалпы? Жұмыс үйретіп бұрын? Үйренем деген адам болса үйретеміз ғой. Бірақ өкінішке орай үйренем деген адам жоқ. Жоқтың қасы деп айтуға болады. Келеді, бірақ ол адамда қараймыз ғой, икемі бар ма, жоқ па деген сияқты. Көбісі икемі бар адамдар бар, білеміз, танимын да, бірақ олар келмейді олар. Олар басқа бір жұмыс таңдайды. Негізі. Берік бауырым, Алла тағала жасап отқан кәсіптеріңізге береке берсін. Негізі біздер осындай бағдарлама сүріп жатырмыз. Сол уақыт бөліп көрсетіп жатқаныңызға рахмет. Көптеген адамдар білмеймін, қысыла ма, ұяла ма, кейде рұқсат бермей жатады. Рұқсат беріп түсіріп, айтып, түсіндіріп айтып жатқаныңызға рахмет. Алла тағала кәсібіңізге береке берсін. Қазақтың осындай қолдан іс келетін азаматтары, бауырларымыз көбейе берсін дейміз. Әрқашанда амандықта болайық. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, міне біздің мына видеоны түсірудегі мақсатымыз біреуді жарнамалау емес, біреудің затын сату емес. Қарапайым кез келген қазақтың баласының қолынан кез келген іс келетіндігін көрсету. Соның дәлелі міне бүгінгі Берік бауырымыз. Бірінші біз Аллаға тәуекел қылып, өзіміз еңбек ететін болсақ, кез келген нәрсені жасауға болады. Яғни адам жасағанды негізі адам жасайды. Алла тағала баршамызға береке берсін, кәсіптерімізге береке берсін. Осындай адамдарға пайдасы тиетін, осындай адамдар, бауырларымыз көбейе берсін дейміз Берік сияқты. Жақсы күндерде жолыққанша. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.